Темекі тартуды шамамен 6-шы сыныпта бастадым. Ол кезде ойлағаным ғой, темекі шексем, көшедегі балалармен де тіл табысам деп. Мектепте оқитын қыздарға да осындай жолдар ұнайды дегенді естігенім бар. Күнде таңертең темекі тартқан сайын өзімді сергек ұстайтын сияқты әсерде болдым. Менің жасымдағы жігіттер кейін жоғары оқу орындарын аяқтады. Олар темекі тартпайтын еді. Жұмысбасты болғаннан кейін өз денсаулығыма мән беретін уақытта болған жоқ. Шылымды шеге бердім. Бірде үйге көтеріліп келе жатып басым қатты айналып кетті. Бұл аурудың маған берген алғашқы белгісі еді. Аяғымды кесіп тастағаннан кейін қандай қорлыққа душар болғанымды бірақ білдім. Бәлкім мен бүйрек, өкпе, бауыр, жүрегімнен де айырылар ма едім. Адамдар, менің қателігімді қайталамаңдар. Өмір сүргім келеді ақ.